Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен чесногымызға сұйық май, орнына оливковое масло да салсаңыздар болады. Және де кішкене бұрыш, және де өздеріңіз қалағандай дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Ал енді фольгамен жақсылап орап, қызып тұрған пешке 180-200 градус аралығында 30-40 минут аралығында жұмсақ болып піскенге дейін қоятын боламыз. Ал оған дейін бетіне начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды вилканың көмегімен осылай үстінен басып езіп тастаймыз. Бұл жерде аздау болып қалған, мен тағы да үстіне қостым. Ал мінекей бізде чесногымыз дайын, өте жұмсақ болып пісті. Иісі деген керемет, жасап көруге кеңес беремін. Оны ең алдымен сары майымыздың үстіне салып, бір рет араластырып жібереміз. Одан соң сырымыздың үстіне салып, тағы бір рет жақсылап араластырып, өздеріңіз қалағандай тұз қоссаңыздар да болады. Ал енді нанымызды әдемілеп кесіп аламыз. Енді алдын ала дайындап алған начинкамызды бетіне жағып, духовкаға пісіруге жібереміз. Мен жартысына қызанақты пайдаландым. Өз қалауларыңыз бойынша пайдалансаңыздар да, пайдаланмасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған пешімізде 15-20 минут аралығында нанымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің дәмі керемет тіске басарымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Жасауға кеңес беремін. Иісі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Егер сіздерге арнам ұнаған болса, арнама қолдау білдіріп кетіңіздер, комментарий және лайк басуды ұмытпаңыздар.